Assalomu alaykum. Bizde bugün Nexia 2 8 yaqin mashina prioritet жұмыс істеп тұр. Яғни дірілдеп диагностика жасадық. Свечасы тозып қалған екен. Свечасын ауыстырдық. Сонда да трайтері кетпеді. Несін проводкаларын тексеріп шықтық. Яғни миллиметр провод тексеретін құрылғымен енді біз бензин насосының давлениесін өлшеп жатырмыз. Машина от алдырасаш, қазір бір көріп алсаң. Мындай күшті түсірмен аппаратына газ берген кезде мол хотя бы 3-ке бару керек. 3-ке бармай тұрып қалды. Жаза. Өшіре сал. Бұл давление форсункінің дұрыс жұмыс жасауына әсерін береді. Сол себепті қазір иншалла бензин насосты ауыстырып, қайттан тексеретін боламыз. Бензин насос шештік. Состояниесі, жағдайы. Памперс толып қалған. Екеуін қосып ауыстырып жүреміз қазір. Результатын көретін боламыз. Алла қаласа. Алла қысымызға жеңілдік берсін, береке берсін. Сіздерге бұны пайдалы етсін. Каналымызға жазылып, лайк басып таратып қоямыз. Каналдың дамуына себепкер болыңыздар. Бензин насосымызды орнына салып қойдық. Өзі сәл бәлі қорлау жігіт дегесін бе? Тас қайда бар? Бошевский, универсальный. Кілт тасшы. Давлениесін өлшеп қайда да. Күшті түсірмен. Төртке бармыз. От алдыр машин. Осындай болу керек негізі. Обратно клапанмен. Өзінің прямой тексеретін болсаң, 6-7-ге дейін барады бензин насосының давлениесі. Газ бергенде үсіп көтеріледі керек негізі. Машинамыз алхамдулилlah бітті. Егер біреуің қызған кезде тартпай, я болмаса трайт етіп жүретін болса, бензин насосты ауыстырмас бұрын осылай давлениесін өлшетіп алыңыздар. Ары кетсе 1000-1500 теңге кететін шығар ақшаларыңыз. Зато сенімді түрде ауыстырасыздар. Жалпы сол. Аллах істеріңізге береке берсін, пайдалы етсін. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.